Сәлем достар, Суперкенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге сіздердің көптен күткен синабонный булочкаларыңызды жасайтын боламыз. Жасалуы өте қарапайым әрі өте дәмді булочка. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің қолдарыңыздан бір жасағаннан ақ келетіні сөзсіз. Ал ендеше булочка жасауға кірісейік. Ең алдымен жылы сүтімізге дрожж саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Араластырып қоямыз. Уақытша алып қоямыз. Таза ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Араластырамыз. Татымына қарата тұз салып араластырамыз. Бөлме температурасындағы немесе ерітілген сармайды саламыз. Араластырамыз. Үстіне жаңағы сүттен жасалған сұйықтығымызды құямыз. Және ұнды аз мөлшерде салып отырып араластыратын боламыз. Одан кейін ұнның толық бөлшегін салып, қамырды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз нәтижесінде жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып шығады. Біз оның бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа алып қоямыз. Үстіне майлық жауып қойсаңыздар болады. Мінекей нәтижесінде біздің қамырымыз 2 есеге ұлғайды. Қамырымызды таза үстелдің үстіне қоямыз. Оған дейін біз начинкасын жасайтын боламыз. Начинка үшін бізге қант және корица қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және қант көп болып кетеді деп қорықпай қойсаңыздар болады. Тым тәтті болмайды, орташа тәттілікте болады. Сондықтан рецептте көрсетілген қанттың граммымен жасасаңыздар өте керемет шығатын болады. Енді біз қамырымызды 4 бұрышты етіп жаямыз. Бізге дөңгелек керек емес. Себебі біз булочкаларымызға кескенге ыңғайлы болу үшін 4 бұрышты етіп қамырымызды жаямыз. Қамырымыз қарап тұрсаңыздар, столдың үстіне жабыспайды, қолға да жабыспайды. Сондай керемет қамыр шығады нәтижесінде. Қамырымызды тым жұқа емес, орташа жұқалықта жаямыз. Үстіне бөлме температурасындағы сармайды жағып шығамыз. Толыққанды барлық жеріне. Енді салмасын салатын боламыз. Яғни корица мен қант. Барлық жеріне біркелкі етіп салып шығамыз. Енді булочкаларымызды рулет тәрізді етіп ораймыз. Оралған қамырымызды бөлшектерге бөлеміз. Пышақтың немесе жіптің көмегімен. Және табамызға саламыз. Беттерімен аздап басып жіберіп жатырмын. Және де бұны біз бетін майлықпен жауып, тағы да 1 сағатқа алып қоямыз. Сол кезде көлемі ұлғаятын болады. Мінекей көлемі ұлғайды. Енді пешке салып пісіреміз. Бетіне помадка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 қана зат қажет. Творожный сыр, сүт, қант ұнтағы. Бірінші творожный сырды миксерлейміз. Үстіне қант ұнтағын саламыз. Миксерлейміз. Оның үстіне сүтімізді салып, миксерлейміз. Сонымен біздің помадкамыз дайын. Булочкаларымыз әдемі болып пісіп шықты. Енді үстіне кесочканың көмегімен жаңағы жасаған помадкамызды толыққанды жағып шығамыз. Енді шай демдеп алып, шай іше берсеңіздер болады. Өте сөзсіз дәмді,
сөзсіз дәмді әрі әдемі булочкалар дайын. Өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Құралай, келесі видеода жүздескенше.